Қысқасын айтқанда, мен задротпын. Сенбі, ол күні мен ұйықтап жаттым. Тәтті түстер көріп. Бір кезде түннің бір уағында маған таныс досым соғады. Мен ұйқылы ояу оған жауап бердім. Ол маған бір ойын ойнайықшы деді. Мен оған сағатқа қарадың ба дедім. Ол маған иә сағат түнгі 3 болды ғой, ұйықтамайсың ба деді. Енді сен ғой мені оятқан деп айтайын деп едім. Бірақ оның орнына номерімді кетіп тастасам мал енді соқпа маған дедім. Че-то жестко айттым ау деймін. Тағы да оған соқтым да өтініш деп қостым. Номерімді кетіп тастасам мал енді соқпа маған өтініш. Все, болды, енді ұйықтай берсем болады. Жаттым. Басқа позада жаттым. Позамды тағы да ауыстырдым. Жатысым тобылай болды. Ақырында ұйықтай алмадым. Ал керек болса. Досыма тағы да соғып мал екенсің деп айттым. Мен ноутбугымды қостым. Досым айтқан ойынды жаза бастадым. Енді жазылуын күту керек. Ойын жазылды. Оны қалай ойнау керектігінде білмеймін ғой мен. Досыма соқтым. Қалай ойнау керек деп сұрадым. Ол маған мал құсап деді де трубканы қойды. Мен оған қайтып соқтым да мал дедім. Ойын ойнап бастадым. Басында ол ойын маған қатты қызық болмады. Бірақ кейін қызығына кіріп кеттім. Басқа ойындар жаза бастадым. Түнімен солай оттым. Бірнеше күн сөйтіп жүрдім. Қасымдағы Бержанды ұйықтатқызбадым. Ол маған дауысын басшы деді. Оказывается, мен наушникті тықпаған екенмін. Ол маған баклажка лақтырды. Мен оған лақтырдым. Ол мені ойыннан шығарғысы келді. Мен оны бір ұрдым. Жерге жата қалды. Ол өлі ме, тірі ме, одан хабарым жоқ болды. Главное, ешкім маған ойын ойнауға мешет етпесе болды. Кейін ол оянды. Оказывается, тірі екен. Ұйықтап болдың ба деп сұрадым. Ол ойымдап бастады. Сен өзгеріп кеттің деді. Я енді шимса өзімді өзгертпеймін ба? Ол маған шын өмірде деді. Мен оған дедім. Ол өзінің ноутбугынан мен ойнап жатқан ойынымды жазып алды. Мен ойнап жатқан серверімде ойнап мені даярды. Сөйтіп бірнеше күн өтті. Ақырында ойыннан адайым шығып кетті. Жалықтым ойнап. Ойын ойнауды вообще доғардым. Ноутбугымдағы барлық ойындарды кетіріп тастадым. Су іштім. Ішім пісіп кетті. Не істесем болады? Бір кезде далаға шыққым келіп кетті. Бержанға далаға шығып келейік дедім. Ол ойынға кіріп кетті. Маған игнор тығып отты. Оны ойыннан шығарайын десем, мені бір ұрып талдырып жіберді. Қысқасын айтқанда, мен задротпын.